Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін негізгі тақырыптардың бірі цилиндр тақырыбына бір есепті талдап көрейік. Сонымен есеп: ұзындығы 13 см болатын АБ кесіндісінің А және Б ұштары цилиндрдің әртүрлі екі табанның шеңберінде жатыр. Егер цилиндрдің биіктігі 5 см, ал табан радиусы 10 см болса, АБ кесіндісінен цилиндрдің өсіне дейінгі қашықтықты табыңыз деген. Ол геометрияның есебін шығару үшін міндетті түрде сызбаны сыза алу қажет. Сондықтан мынау бізде цилиндрдің сызбасы. А және Б-ны кесіндіміздің ұштары деген екі түрлі табанның екі жағында жату керек деген. Әртүрлі екі табанның шеңберіне орналасқан. Сонда бізде А нүктесі мына жерде жатса, Б нүктесі мынауымыз тұр екен. Және биіктік берілген. А-ды деп белгілеп қойдық оны, ол 5-ке тең. АБ-ның арасы 13-ке тең. Радиусымыз 10-ға тең. Сонда АО 10-ға тең, А-ды 5-ке тең, АБ 13-ке тең. Енді бұл жерде біз нені табуымыз керек? АБ кесіндісінен цилиндрдің өсіне дейінгі қашықтықты табуымыз керек. Мынау бізде АБ кесіндісінің цилиндрдің өсіне дейінгі қашықтық дегеніміз ОК болып тұр. Сондықтан ОК-ны табуымыз қажет екен. Ал енді ары қарай. Бұл жерде ДБ менен АЦ бір-біріне тең. ДБ мен АЦ бір-біріне тең болып тұр. Енді біз бірінші не тауып аламыз? Біз бірінші АДБ үшбұрышын, АДБ тікбұрышты үшбұрышын, мұндағы Д бұрышы 90 градус міндетті түрде, себебі бізде Ады биіктік болып тұр. Енді осы жердегі ДБ қабырғасын, яғни катетті табу үшін Пифагор теоремасына гипотенузаның квадратынан екінші бір белгілі катеттің квадратын алып тастасақ, ДБ-мыз бізге 12-ке тең. Мына ДБ менен АЦ бір-біріне тең болып тұр. Сондықтан әрқайсысы 12-ке тең. Енді ары қарай екінші бір үшбұрышты қарастырамыз. Ол АОК деген тікбұрышты үшбұрыш болады. Тікбұрышты үшбұрыш болады, біз соны тауып аламыз. Сол тікбұрышты үшбұрыштан бізден ОК-ны тауып алуымыз керекпіз. Ал ол жердегі АК дегеніміз АЦ-ның жартысы, сонда 6-ға тең. Енді ОК-ны тауып алу үшін бұл жердегі тікбұрышты үшбұрыштан Пифагор теоремасы арқылы ОК-ны тауып алуға болады. Ол жерде де гипотенузаның квадратынан белгілі катеттің квадратын алып тастап түбірден шығарамыз. Сонда АО-мыз 10-ға тең, ал АК-мыз 6-ға тең. Сонда 10-ның квадратынан 6-ның квадратын алып тастасақ 64, 64-тен түбірден 8 шығады. Сонымен жауабы ОК-ның арасы бізге 8 сантиметр болады екен. Құрметті көрермен, осымен ОБТ-да келетін тақырыптардың біріне арналған цилиндрге байланысты есеп осымен аяқталады. Хош, сау болыңыздар.